Сәлем менің құрметті көрермендерім. Менің бақшамдағы ең тәтті, әдемі құлпынайдан мен сіздерге коктейль жасап көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады, натуральный өзімнің бақшамдағы. Қанекей кеттік, теріп алдым. Үйге алып келіп, жуып, шайып, осылай әп-әдемі қылып столдың үстіне қойып қойдым. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Құлпынайлар көп жуа бермеңіздер, езіліп кетеді. Бір шайып алсаңыз болғаны. Иісі енді мұрын жарып тұр. Бұл бізге керегі сүт 500 грамм, миллиграмм, клубника. Қараңыздар, клубниканы салып жібердім. Енді сүтімізді құямыз үстіне, сап-салқын сүтімізді. Сіздер негізі құлпынайды морозильникке қатырып қойып жасауға да болады, және осылай да жасауға болады. Жасап көріңіздер. Мен сіздерге ертең қатырып та жасап көрсетемін. Өте дәмді болады. 3 қасық салдым. Өзіңіз білесіз, дәміне қарай. Сахар салдым. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығатын. Балаларыма керемет сусын. Қазір жазғы мезгілде хит болып жатқан коктейльдердің бірі. Көптеген коктейльдердің рецептісімен сіздермен бөлісіп отырамын. Өзім шығарған авторлық. Сіздер де менің ютубымды жіберіп отырсыздар. Қараңыздаршы, қандай сүп-сүйкімді. Көпірдің қараңыздар бетіндегі қандай күшті, менің егіздерім рахаттанып ішіп қойды ғой. Сіздер де көріңіздер.